Арман арман алдамайды, самға бошып келем саған. Қалай от боп лауламайды, махаббатым мен аңсаған. Мен аңсаған көлдің нұры, селт еткенде шайқалады. Көңіліңнің мөлдірлігі мөлт еткенде байқалады. Аялаған аяулы әппақ құсым-ау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау. Арайланған жап-жарық жан шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Сұлулығы дүниені сен бар кезде жарасады. Сен бәрінен биік едің, кім сенімен таласады. Ақ құсым-ау жарық бердің, алаулаған аспаныма. Жұлдызымды жағып бердің, қанатыңды қаққаныңда. Аялаған аялды әппақ құсым-ау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау. Арайланған жап-жарық жан шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Аялаған аялды әппақ құсым-ау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау. Арайланған жап-жарық жан шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Аялаған аялды әппақ құсым-ау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау. Арайланған жап-жарық жан шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Қоңырат елінде Жолдасбай атамыздың әулетінде үлкен дүбірлі дәстүрлі той болып жатыр. Осы бір кешке құтты болсын айтып, тілеулес болып келген жақсы жандар ақыл аусат, әрі жұғысат деген даналы ел емес пе? Осында болып жатқан дәстүрлі той баршаларыңызға жұғысты болсын, той құтты болсын. Тойдың көркін келтіретін ол сіздердің ыстық алақандарыңыз. Құрмет қошеметтеріңіз келін құтты болсын деп Балсия анамызбенен Қылышқан ағамызға да құтты болсын ретінде бір қол соғып қойсаңыздар, ол кісілерге мерей үстем болып қалады. Енді бұлай етейік, мына жерде тұрғандар кішкене орынға жайғасайық, сосын мына жерге айфоны барлар келіп түсіріңдер, Samsung Huawei'лер шыға бермеңдер қайтарында. Отырайық, жайғасайық. Мына үлкен кісілер көрсін, беташар тойымызды, осы беташар көреміз деп келіп жатыр ғой бұл кісілер. Енді қазақтың келіндерінің беті домбырамен ашылған, ежелде білесіздер, қазір енді ансамбль, Yamaha, қобыз, гитара, баянда да ашылып кетіп отыр. Бірақ енді нағыз ежелгі бабаларымыздың беташары оқтаудан басталған, содан кейін осы домбыраға келіп тоқталған ардатына дайын. Осы бір
Nağız uşak емес, nağız uşak аңдыва, нағыз жылан жылан емес, нағыз жылан кобра. Nağız қазақ емес, nağız қазақ домбыра дейді. Осы бір қазақтың қасиетті домбырасымен сіздер болып, біздер болып бүгінгі елге түсіп жатқан Дулат еліне қадамы құтты болып жатқан келініміздің бетін әдемілеп ашайық. Алдыменен құтты болсынды Балзия анама айтайын, келін құтты болсын қызым. Ей жаным, жасарып отырсың, анамызға бір қол соғып қойыңыздар. Осынша перзентті өсіріп, өндіріп, осындай дәрежеге жеткізіп жатқан анамызға рахмет. Енді мына үлкендердің ақбатасыменен жолға да шыққанбыз, жауға да шапқанбыз ғой. Сондықтан мына үлкендерден бір рұқсат сұрайын. Халық қаласа қан түйесін сояқ дейді. Бүгінгі бедашат бастауға рұқсат па? Өзі үлкені Нұрдәулеттің қайнатасы ғана сияқты ғой. Бедашат бастауға рұқсат па? Ардақты аталар, апалар, мына әулеттің көшін алғатарып жүрген менің үлкен алғыз көлде ақсақалдарым, жаулығын шешпей бүгінгі тойға құтты болсын айтып келген аяулы, қазыналы аналарым, той құтты болсын. Мен қазір енді сіздерге ол деген кезде сіздерде маған қарай ол деп қойсаңыздар, бедашар күшті болады ғой. Енді сіздер болып әдемі, біздер болып өткізейік. Жалғыздың үні шықпасын дейді Бауыржан атамыз. Сондықтан біргелікте бүгін Балзия анамыздың дәстүрлі тойын қызықтық кетейік, есте қалатындай бақытты сәтті болсын ардақты ағайын. Тойға келсіздер, ол десеңіздер, тағы бір көрейін, настроениеңіз жоқ қой сіздер. Ол деп қойсаңыздар, ал қайтадан көрейін. Ей жаным бар екен, бүкіл Алматы білсін де той болып жатқан. Халқымнан айналайын айқаяғым, сауық құрған. Аман ба аталарым көкпар тартып әлі де шауып тұрған. Ардақты әжелерім қалайсыңдар, елімізімен жан дүниемді сауық тұрған. Кеңпейіл ағаларым қалайсыңдар, арыстандай көрінетін алып тұлған. Қыр күніндей құлбырған жеңгелерім аман беген, дағдарыс заманында ағаларға жөніп тұрған. Қазақ дейтін қалың ел аман болсын, әр күндерін той-думанмен жарық қылған. Қоңыраттың текті жұрты дами берсін, той боларын бүгінгі анық қылған. Алланың адыменен ассалаумағалейкум деп сәлем бердім, ел назарын беташарға алып тұрған. Алланың мұнысына шүкір еттім, сіздермен осы тойда жолып тұрған айқаяғым. Сөзімнің түйінінде бағам болсын, ағайынның көңілі сараң болсын. Шыңғаладан ақылым келген кезде, жақсылардың көңілі біздер жаққа алаң болсын. Оңтүстіктің қызы болып сол мекенде, қалғаннан соң оңтүстіктің жігітін шақырар Балзиядай анам аман болсын. Басына баққысы кеп ене берсін, жаратқан не сұрасаң бере берсін. Қоңыратқа теген менің Балзиянам, қоңыраттарды бағалайтын ағамның шаңырағына баршасы қызыққа келе берсін айқаяқым. Таңдары әрқашанда елімнің ақты болсын, алға қойған қадамы жастарымның сәтті болсын. Өмірлері балдай жердің таусылмайтын, дастандарда қалатындай тәтті болсын. Бір-бірін қалап сүйген қос ғашықтың мінезі де өздеріне шақты болсын. Алдыменен ақ тілекті Бағдаветке жаудырайын,
Осынша жыл құшақтаған жастығының бір сәтте келіншекке айналғаны құтты болсын айқаяқы. Жебедей айғатылып оқтағайын, шамалы сабырлықты сақтағайын. Алладан әмір келсе аспандағы жұлдызда жерге ағып түсір, мен бүгінгі беташарға тоқталайын. Есігі бар дәулеттің тұрда шықта, ағайын беташарды тыңдасып қал. Қанекей күн саусағым ойнақта да 19 перне үстін бір басып қал. Үйленіп үйлі болдым бар дәулетім, қоян қазақ дегендей міржақыптар. Отау құрып от жаққаны дұрыс болды, қыз қуып өткізгенше құр уақыттар. Бірақ семья болғаннан соң сыңғырлайды, кей кезде ыдыс аяқ шыңғасықтар. Сол көзді ашуыңа ерік бермей, құлай қосқан жан-жарыңа ыңғатып қал. Ағайын андасам да қиқулаңдар, ауыз жырлар деген бір қырғасықтар. Қалай ғана шапалақ соқпайсыңдар, шаңырақ көтергенде шын ғашықтар. Ағарылып ағайын келген екен, ән жырым мен елімді демеп өтем. Алдыменен әруақтарды сыйлап сәлем салдым, гүлі риза болмастан тірі ешқашан байымайды деген неден. Осы әулеттен нұрдан үміткен әруақтар, Жолдасбай анам, Айжамал анам, Бейхан атам, Тұрды апам. Және осы бір керемет кешімізді төбемізден қарап бір аунап жатқан өз қайын атаңыз Дос Мұхаммед атамның құрметіне жеке 4 сәлем болсын. Мынау әруаққа сыйыну жоқ, бірақ әруақты сыйлау бар деген еміз ғой, қадірлі ағайын. Сондықтан мынау әруақтардың аты аталып, сол кісілерді сыйлап сәлем салған ол келінге жарасады. Өйткені ел қабағын бүгінде баққан шығар, ақындарда шабыттанып шапқан шығар. Осы бір керемет кешімізді көріп тұрған әруақтар төбемізде бір аунап жатқан шығар, қадірлі ағайын. Кеңерем нағашымыз барасылғау, нағашы жиендерге жанашыр ма? Анамыздың ақ сүт үшін қарыздарымыз тола біткен қасиетті нағашыға. Ақын сөзі ендеше дарылдайды, қалай ғана жаңғақтай шағылмайды. Қоңыраттарға таға болған жақсылардың басында беселі бар дамылдайды. Менің бір білгенім бар дәулетке төлегеннен артық таға табылмайды. Көңілін жақсылардың жастап кетеді, нағашының той төріне бастап кетеді. Біле білсең ақ келін бар дәулеттің төлегендей тағасы бар. Біреуін банкіге тастаса, біреуін ақынға тастап кетеді. Сөзімді осылайша дараладым, әр сөзім ақындардың төлеген аға бағаладым. Өзіңді сонша мақтап едім не болды аға, өз-өзіңе осылай шамаладым. 5000 әкеп банкіге тастаған соң ақынның да еңбегін бағаладым. Өз жиеніңді бағалап кеттің дағы, біздерді ағатайым жанымыздан жағаладым. Ей, Қоңыраттың бір баласы едім, төлеген ағамау мен, неге мені ортада табаладың? Той көріне жақсылар елемеген, бар қызығын ел бүгін көреді. Жан-жары құдай қосқан гүлнұр көр, көрейік ол көріндікке не береді. Баршасы бүгін той болған соң түрленіпті, ғажайып таусылмайтын күйгеніпті. Ей, төлеген деген негізі Алматыда миллионер ғой, өңгемесін қып майдалап ақшасын үлгеріпті. Таңға жалғап бір абырайын, бар жаңызды қызыққа барырайын. Мақтыбаймен өмірі әпшемізді ортаға құрметпенен шақырайын. Дариға мен Әлия нағашылар, Көрженменен Әсия, Мазар Күлде Даниярдай тағаларды ортаға шақырайын.
өткен күнің Бағдәулеттің тойына деп 500 теңге тастамаңдар ағайындар, тастасаңдар майдаланып кеткендігін келесі кезек енесі бүкіл Қазақстанның әйелдерін жаман десең де Балзияны жаман демеші, тұнық қойдың данасы, кебеңгердің сарасы, біле білсең ақ келін, Бағдәулеттей бағы бар жігітіңнің данасы. Жалғыз бұл Бағдәулеттің анасы емес, Балзияна Малаштың анасы. Балзия өз туған қайненеңнің құрметіне жеке бестеледі. Рахмет. Үшеу болды, төртеу болды, бесеу болды. Келін құтты болсын, қызау. Келін құтты болсын. Келін алып, қолыңыз ұзарып, шайыңыз қызарып, керемет бір бақытқа кенеліп жатсыз ғой. Қолда қалатын келін ба? Екеуі де ғой. Бәсе Бағдәулеттінде, Нұрдәулеттінде көңіл күйі жоқ та, жаңа қарап тұрмын. Келін құтты болсын. Құдай қаласа қадамы құт болып, шаңырағыңызға 2 жылдана келетін келін болсын деп тілейміз. Ағайын анасы ғой, қол соғып қойыңыздар. Балзия анамызға. Сөздерін ақындардың саралаушы еді, жаман ойды ешқашан жанамаушы еді. Жақсылардың ортасында кеп ән айтқанда тек жақсы сөздерім бар жағалаушы еді. Бұрынғының ақындарын бұрынғылары бағалаған, қазіргілер білмеймін бір түрлі бағалаушы еді. Бар өнерді бүгін енді түгейікті, жақсылардың артынан ерейікті. Әрі әке әр аға орнында бүгін таңдап, қылышқандай ағамдыр көрімдікке не берет көрейікті. Көңілі ақындардың сай дейді ғой, әрбір айтқан сөзі де жай дейді ғой. Естуімше мен қылышқан ағамызды Қызылордада шіріп кеткен бай дейді ғой. Күлімдеп бүгін таңда жадамызда, ағарған ақтан менен атамызда. Ақ келін қылышқандай ағаңа сәлем берген, өйткені өз туған болады енді бұл қайын атаңызда. Қылышқан қайын ағаңыз, атаңыздың құрметіне жеке 4 сәлем болсын. Келін құтты болсын, мынау арнайы сол сыр елінен келіп жатсыз. Сырыңызды ақтарып, осы бір кеште бауырым үйленіп жатыр деп, Алқалаштың басы қосылған кезде мен неге бармаймын деп, міне әке орнына әке болып, бүгінгі таңда аға орнына аға болып, тіреу болып жүрген сіз секілді қазақтың нар азаматтары аман болсын деп ағамызға қол соғып қойыңыздар. Бірақ енді менің бір байқағаным, бұл кісі Қоңырат қой. Мен тіліп түсінді апа. Қоңыраттың тағалары түсінбеген екен, бұл түсінеді да өз. Айтады ғой. Қоңырат тек Қоңырат түсінеді деп, біз өз мақтаншақ қалыппыз, мақтаған түсетін қалыппыз ғой. Аман болыңыз аға. Сонау Қызылордадан кеп беріп атсыз ғой, Алматыда тұрғандардан ештеңе шықпайды, көріп атсыз ғой, аман болыңыз. Кешіңді Балзия апа бүгін жарамыз дәл. Осында айналайын ақ келінің, Нұрдәулеттей дара туған, өз туған қайын ағаңыз бар. Алып мен айтып алайын да тұрақ. Сәлем салдырайын.
Көңілі бүгін бұның жасыңыз қой. Жақсылыққа қашанда басырыз қой. Білмеймін өз үйленгендей мына Нұрдәулетің апа қарап тұрсам қатты асығыз қой. Сөзімді талай жерде дәлелдедім, әр сөзімді ойымнан кәмелдедім. Нұрдәулеттей ақайын ағаңызға айналайын ақ келінім, тоқтамай төртеуінен сәлем берген. Нұрдәулет өз қайнағаңыздың құрметіне төрт сәлем енді тастайсыз. Енді тастайсыз, енді сәлем бердім ақ келін. Раста мына біздің мына баланың мамасы бар ма? Алайықта жұбатамайын. Нұрдәулет қайнағасының құрметіне төрт сәлем сатып қойып келесіз ба? Мен білетін бауырдың ішінде дарасын ғой, көңілі кем таусылмайтын сарасын ғой. Нұрдәулет қайта банкіге шақырғанда келе берсей, банкіні бәрібір өздерін аласын ғой. Айналайын абысын, көрегенді ағайын, Нұрдәулеттің жан-жары Рахиядай, жеңгемнің келіп бүгін шабысын. Нұрдәулет қайын ағаңызбенен Рахия өз абысыныңыздың құрметіне жеке жүз сәлем болсын. Тастасын, көрейік, рұқсат берейік тастауға. Нұрдәулетке қарағанда сәл пысықтау екен, өз жұмыс істейді-ау деймін. Аман болыңыз, тату болыңыздар. Абысын тату болса ас көп дейді. Абысын слишком тату болса қық бұл расход екен ғой апа. Расходтан Құдай сақтасын, тек тату болсын деп тілейміз. Әуен айтпай ортаңда шыдамадым, жаратқаннан тек шабыт сұранарым. Келіп тұр осы жерге құтты болсын айтып той төрінде. Құдай қосқан бүгінгі құдағи құдаларым. Ермаханбет құдам бастаған, Дариға құдағи қоштаған. Қуандық манат сұлы бар, Мәмбет менен Күлия, Әлия менен Аружан, Абзат менен Зура бар, Нұрлан менен Бақытла, Айжан менен Қалия, Мақсұт менен Алмашта, Ғалия менен Айсара, Нұрлан әсел атты осындағы бір топ байырғы құдағилардың құрметіне жеке жүз сәлем болсын. Құдағилар келесіздер. Ескі құда дейді, бұлар енді ежелден осы әулетке бесік алып келіп, бесік ашқан байырғы құдалар, құдағилар молодец, аман болыңыздар. Міне қандай құда екенін көрсетіп жатыр. Кез келемін, күн сайын өргендермін, өзгерермін. Келіп тұр осы жерге айналайын ақ келін-ау, бір топ енді аға жеңге әпкеменен жезберерің. Айналайын әпкелер, айналайын әпкелер, жездемізден тыққаным төркініне әпкелер. Әпке деген қашанда төркінге шіргін мәрпкелер. Әпкелігім қайтеміз бір қақылып әпкелер, әпкеменен жезделер. Қыз-сұлу әпкем бастаған, Мария әпкем қоштаған, Нұрсұлу менен Мүсәлім, Мадина менен Әміржан. Ол бала Мейірбек Айдын бар, Әділет менен Динара, Рахия менен Фариза. Қайын іні, қайын сіңлілері Жәнібек менен Сәуледі.
Ерсултан менен Әлихан, Ибрахим менен Зере атты осындағы аға жеңге әпше жезде қайны сіңілер, о қайны сіңілер 2-5 теңгеліктер кеңіздер еді. Осылардың құрметіне жеке көріп сәлем болсын. Балзияға қарап тұрмын, әпшелер абады ма, сабады ма? Расында әпшелер молодец. Тастак бөт, өзімді қарап тұрмын ғой, тастак бөт. Жақсылары жүре бер қадамыңды құтқылып ай, мен енді бір сөз сөйлейін тек тұрып ай. Жақсы келсе тойыңа құт болады, сөзімді халыққа кетейін ұқтырып ай. Осында Фаризадай дана туған бір әпкем бар, шақырайын ордаға ағайын бір мұржымет кетіңдер ұқтырып ай. Ал енді Фаризадай әкпіңе сәлем берші, айналайын ақ келін жұп қылып ай. Үйінде той болса шаңыраққа шауып жүрген, нәпақасын Елордадан тауып жүрген. Балалардың бастығы бұл әпкеміз, жақсылықтың жанынан шауып жүрген. Сіздердей дарақбелер аман болсын, Қазақстанда бизнес жасап қабағын елдің тауып жүрген. Фаризадай әкпеңе жегелеп тағы да бір сәлем салдың, Балзияның көңілін осы тауып жүрген. Көңілі жақсылардың жай дейді ғой, жаратқан сыйлық берсе көңілі сай дейді ғой. Қазақстан Республикасы бойынша білмесеңдер білдірейін, 13 бала бақшасы бар дейді ғой. Ақын қалай сөз басын оқталасын, Фаризәкке басыңа ырыс қонып баққарасын. Өзіңіз мені ызғандап шақырып едіңіз осы тойға, қалай ғана арнап айтып алдың ба ақтамасын. Фаризадай әпкемнің о жаратқан жамандықтан қашанда сақтабасын. Бірінің Алматыға келіп қапты, ертең армап айтты деп мақтанарсың. Сіз секілді әпкелер аман болсын, көр алмайтын дұшпанды теріс бұрылмай жатқарасын. Мен енді осында әпкемді бір мақтадым, көр алмайтындар сырттай күліп ішінен боқтамасын. Фаризадай әпкем айтар ақ тілегім, дүние тұрғаныңша тоқтамасын. Бұл әпшем осы қайғамен шақырған ғой, құрметті ағайын. Сонау оңтүстік өңірінен арнайлап бұл әпкеме айтқан менің Балзия апам. Өйткені осы Балзия анамыздың кішкентай қызын өзім ұзатқан. Міне соның жемісін жеп жатыр. Осы бір кешке арнайы қызмет жасайық деп, бұл кісі Елордадан звондап, Алматыда той болады деп, сіз ояқтан келгізме бияқтан барайын, екеумізге бірдей болады деп, мен мейілде келісіп келіп тұрған жағдайым ардақты ағайын. Мына енді жақсы келсе құт болады дейді. Алмай осы анамыздың ниет пендеден нәсіп Алладан ғой. Апамыз осы күнге мен ниет қылған екен, Алла нәсіп беріп осы тойға мен келтіріп отыр ардақты ағайын. Осы арнайы алдырған мен Фариза әпкеме бір сол тойымда. Сөзімді осындайда үнемдедім, қалай ғана сөз басын келеді жүгендегім. Әрмен қарай ортамызға келеденді бөлімінен бір топ шіркін жиендерім. Жандос көлін бастаған, айдана бекзат асылзат, қайрат жиен бастаған, бері өтпенер барақта, мақбаласынан олжамыр елге бұлан ерсінде, жанатпенен Абылайхан, Ирар арай атты осындағы бір топ бөлілер жиендер. Нұраділменен
балауса Нұрәлі менен Жансая Ахмет атты кішкентай жиендері кеңдері жастай деген, тағы да бір қызық тапа ақын бастай деген. Абылайхан деген осында жақсы жігіт бар екен ғой. Абылайхан естіп тұрсаң бойдақтар екі рет банкіге тастай деген. Жұғысты болсын деп осы жерде тастаудан банкіге еш қашпай деген. Күліп жүрер кезінде жастық еді. Ей жаным мерейім енді менің тасты мені. Білмесеңдер айтайын, бұл Абылайхан Түркістанда акиматтың бастығы еді. Бүгін кеште күлімдеп жаныңыздар, шақырған жерге қалмастан барыңыздар. Абылайхан деген Түркістанда бойда жігіт осы болады. Қызымды берем десеңіздер көріп алыңыздар. Абылайханның құрметіне екі рет сәлем болсын. Дегенде ерге болан, бұл ерге болан қазаққа ерге болан. Ағамыз ерге боланды екі рет шақыр деді. Көңілін тауып жақсылардың ерге болан. Осындай бойдақтарды көрген кезде қуанамын. Өйткені биік шыңға ерде қонам. Бағдәулеттің жолы жұғысты болсын дедім. Басына бақ құсы кеп қонсын дедім. Жаратқан нәсіп етіп бір сұлуды, басына бақ құсы кеп қонсын дедім. Келсе келер ерге болан Қызылордадан арнайы келіп отыр. Бағдәулеттің жолы жұғысты болсын дедім. Кесеген қастай жатыр, кемесі өзі білер енді. Қызылордадан арнайы келіп отыр деді ғой. Енді Қылышхан ағамыз бір рет айтып, екінші рет айтып деген айтқан. Қызылордаға келіп қапқаршы. Ерге болан сен ба? Тірі Қызылорда деп тұрған ба? Ерге болан молодец, ақылы бар екен. Мәз ғой өзі деген. Жұғыстыз ерге болан. Біраз нәрсе айтып сен естімедің бірақ. Кейін сұрап біліп аласың қайттан. Мақұл оның есіне шықпет айтқанын. Естісе тұрмайды. Бірақ сонда да бір қайық берейсің үшін. Бойыңда қарап тұрсам талғамың көп болғанмен салмағың жоқ. Осы жасқа келгенге дейін еркеледің ерге болып, үйленсе ерге болан енді сенің таңдауың жоқ. Түркістанның жасыменен бірдей көпті жасыңызда, талай қызды бабырым түріңе қарап тұрсам арбадың көп. Ертең алам деп бір жолы болап талай сұлуларды, бабырым жанарыңмен алдадың көп. Ертерек үйлі болып үйлендің ерге болан, Бағдәулетке ұқсап жүрсің, арманың жоқ. Көңілін жақсылардың тасып бәрін, жан-жағынан дұшпанның қашып бәрін. Қылышхан ағам тағы да бір академик ағамды айтты.
осында отыр екен таратылған 100 жылы ағамыз Бақытжанның. Көңілі бүгін кеште жай дейді ғой, әрбір сөзін тыңдасаң мейірімге бай дейді ғой. Келе берсін тойдың маңға үнеменді, тастасам тағамдыкіне таслайын деп сияқсын түгендеді. Бойдақшылық кез артта қалды Еркебұлан, көрдің ба менің Бақытжан ағам өз-өзін осылай жүгендеді. Білмесеңдер тағы да бір қайталап айтайыншы, бұл негізі Досмұхаммед адамның жиені еді. Сұлулардың ағайын сәнін айттым, әр сөздің сөйлетіп мәнін айттым. Осыменен Балзия апа риза болуын тізімге жазып бергеніңнің бәрін айттым. Ағарытып ағыстан келгендерге бір сәлем, аман есен бұл тойға жеткендерге бір сәлем, мезгілсіз мына өмірден өткендерге бір сәлем, 2-3 рет банкіге келіп өткендерге бір сәлем, бәрін айтты бірін айт, қосағана бір сәлем, Құдай қосқан ақ келін, қосағана бір сәлем. Сұлуларға ағайын сән керек, ақынға әрбір айтқан сөзіне де мән керек. Осыменен мен енді тоқтатайын, Балзия апа жалмауызға да жан керек. Көпшілікке, жұртшылыққа бір сәлем болсын. Бүкіл Қазақстандағы қоңыраттарға бір сәлем болсын. Шетелде жүрген қоңыраттарға бір сәлем болсын. Елбасына бір сәлем, Тоқаевқа бір сәлем болсын. Бұл қолда ба? Кім бол? Келіннің бетін кім ашса сол көзін ыстық көрінеді дейді. Әдемілеп келіннің бетін ашсаңыз, маңдайынан сүйіп берсеңіз, сосын мынау менің қыз сұлу әпкем бір әдемілеп батасын беріп ақ тілегін ақтарса деп тұрмын маған. Аша беріңіздер. Маңдайынан сүйіңіз. Апа, қысылап шеттесеңші. Бір сіздің тілегіңізді тыңдайық, батаңызды алып қалайық. Сосын мынау арнайы менің Балзия апамменен Фариза апамның, әпшемнің бір міне осындай сый-сапаты бар, соны табысты. Ағай, бұл кісіні неге ордаға шақырып деген шығарсыздар. Бұл кісіде 1000 шөбере, көп айтып көрдім оға. Ниетті ғой, 1000 шөбере деп айта берейін, жетіп қалар апа. 1000 немере, 500 шөбере, 250 шөпшек бар. Осы кісінің жолы шығысты болсын деп, алтын медал, бриллиант медал, нең бар әпші айта берем бұл. Бәрі бар бұл кісіде. Сондай дүниесінде пейілі де бай адамнан бір әдемі тілек ниетін алып, осы бір керемет Балзия апам өзім бір керемет иығына шапан жауып, орамалды әдемілеп басына тақсам деп жатыр ардақты ағай. Осы келініне, осы әпшем жол шығысты болсын деп жатыр ғой, жаңылыспасам. Әпше тойықты болсын, жастар бақытты болсын. Рахмет айтқан кезінде. Мұна тойларыңызға жұмысты болсын, той-тойласын, той көргенде тойласын. Құдайым оңдасын, қыдырарға қолдасын, ниеттесте тілегіміз қабыл болсын, мұратымыз асыл болсын, басымыз аман болсын, тыныштық заман болсын, абыройымыз арта берсін, дастарханға таусылмайтын мәңгілік қазыменен қарта болсын, жастарымыз бақытты болсын, бақытты баянды болсын, өсін, келініміз биыл бала келін болса, келер жылы ана келін болсын, одан кейін біздің әулеттің дана келіні болсын, өмір жасы ұзақ, бақытты болсын жаным. Әмин, беріңіз. Мен жаңа осы жерде ұлы
керемет елге өзінің еңбегі бар. Өзінің ерен еңбегі бар. Халыққа танымал. Осында мен өзім көріп қонып отқан әрбір сөзін тыңдасаң бір жүрегі рухани азғаласың ол кісінің. Қазір айтамын әпше қонықта. Бақытжан аға, мен сізді ортаға шақырайын, келіңіз. Мынау жаңа Қылышқан ағам айтып жатыр. Менің ағамның туған жиені бүгін кешке арнайлап келіп жатыр деді. Сізден бір осы келінге бата болса, ер азаматтың жолы ұлық қой. Әлемлеп батаңызды беріп елге аумин. Кеше келінізді құтты болсын, еңбек жаста бақытты болсын, той бола берсін, құда қаласы еліміздің бесіктер тойда қуанышты тойға жөбелей кетеші. Құтты болсын тойды. Мынау Бақытжан аға, құр қолға пәтер жүрмейді дейді, ол ежелден келе жатқан дәстүр ғой. Жоқ, соны өзіңізге беріп жатыр. Аға, құр қолға пәтер жүрмейді, бара беріңіз. 10 мың тастадыңыз, 5 қачыз ашамыз. Енді менде бір 12 перзент дүниеге келген анадан туылған перзент едім. Менде бір бата берейін. Қара шаңырақты қақ болған байғұстың ғой апа. Кемпірдің қас қабағына қарап жүр, бір бата жаттап алған едім, соны берейін деп тұр. Жоқ, домбырамды алып қойсаңыз бата беремей қалам. Мен бес қылатын апа уайымдамаңыз. Аумин. Денсаулық терең байлық берсін. Өкіметте жұмыс жасайтын жақсыларға өкімет айына 25 мың доллардан айлық берсін. Қосайын ба? Қазақтың қашан болып дегенін көрдіңіздер. 30 мың доллардан айлық берсін. Олдарыңның қалтасы доллар толап пұл болсын, қыздарыңның қолында қызылды жасыл гүл болсын. Келіндеріңіз егіз тапсын, қатарынан 8 тапсын. Ол болса ұлының кеудесі жалынды болсын, қыз болса тек қана инабатты, ибалы деген сәттерден салымды болсын. Өскен кезде бір немереңіз либо Қылышқан ағам сияқты қарымды болсын, болмаса ел басқаратын дарынды болсын. Жаман жерде келініңіз тасталмасын, үлкен қоңырат дейтін елге түсті, келіндер абысындардың арасында жұмсаудан жасқанбасын. Менің осы жерде көпшілікке беріп жатқан ақбатам, әулеттерімді той болса менен басқа тамада басқармасын. Мына банкіні алайын. Сіздерге рұқсат берейін. Енді қадірлағай тәуіпкерген мәжін қауым барлығымыз құтты орнымызға жайғасайық. Қазір керемет дәстүрлі тойымызды бастайтын боламыз. Келіп жатқан сырттағы құдаларымызды, құдағиларымызды әлемі әннің аясында осында келіп жатқан біздің Ақжүністің сұлуларының керемет етегінде той төріне әдемілеп алдыратын боламыз. Оған деймін келіп жатқан қадірлі қонақтарымыз алтын бастарымызды ат дастархан төрінен көрсетеді. Алтын бастарымызды ат дастархан басына көрейік. Келіп жатқан жекжат жақсыларымызға қымбатты ағайындар қызмет көрсетіп, құтты орнына, тұғырлы тағына кішкене жөн көрсетіп, жол көрсетіп, алтын бастарын ат дастархан басына егесеңіздер, келіп жатқан қадірлі қонақтарымызды той төріне шақырып қаламыз ба? Арнайы бақдәулет бауырымыздың достары, құрбы құрдастар келіп ертерек жайғаса қойсаңыздар. Қазір міне алдарыңызда біздің осы Алматы облысына, Алматы шаһарына танымал арнайы төрлетіп жатқан осы бір кештің қадірлі қонағы десек айтқанымыз емес, Ақжібектің арулары керемет бүгінгі той төрінен табылып жатқан, дулат сыйқыметінен келіп жатқан, біздің Жамбыл облысынан төрлетіп жатқан алфа беделді құдағиларымызды қазір санаулы сәттерден кейін ортаға алып келетін болады дегенмен енді сіздердің әдемілеп жайғасып жайланып алуларыңызды сұрап алайық ардақты ағайындар. Келіңіздер, әдемілеп жайғасып алыңыздар, жайланып алыңыздар. Мынау келіп жатқан қадірлі қонақтарымызға кішкене бағдар беріп әдемілеп жайғастырайық. Арнайы бүгінгі керемет кешіміздің төріне алдырсақ деп жатырмыз. Бір әдемілеп қол соғып, құрмет көрсетіп, құдаларды той төріне қарсы алайық ардақты ағайын. Қол соғайық, Ақжібектің сұлулары ансамблі ортаға алып келсін, қол соғып қойыңыздар. Сыйға сый, батыдеке сұрап алған, тәңірім бақыт берсін сұрағанға. Тойыңыз
той толасын берекелі. Демекпін, шын көгірмек құдаларға. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық демекші. Ортаға құдаларымызды қарсы алайық. Құдалар, құдалар, әніміз құдалар, сәніміз құдалар, құдалар, құдағиын құдалар, елейін құдалар, бәріміз құдалар, құдалар. Ағайындардың айтуымен орын орныңызға шайыңызға келіңіздер ғана. Ақтастырған басына жақсылардың қашан жайғыда келіңіздер ғана. Ассалаумағалейкум, бүгінгі керемет кешімізге төрлетіп жатқан барша хандар мен мырзалар, бүгінгі той құтты болсын деп тойға келгенімізді сезініп бір әдемілеп қол соғып құрмет көрсетіп қойыңыздар. Біз қазақ наралаштың аспанына қондырып қызын арға, ұлын нарға балап өсірген қандаспыз. Айбаты қондырмасындай айбарлы, жігері асқақ болса да шүбі жаныстан өтетін түбін тартсам аяқтан, сүбесі терең, мәуел ағашлай тамырын кеңге жайып, тәуелсіз елдің тұғырлы төріне есімі алтын әріппен қаладың. Жолдасбаевтар шаңырағындағы ұлы қуанышқа баршаларыңыз қош келіпсіздер. Тектіліктің туын түп көтерген бүгінгі Жолдасбаевтар әулеті баршаларыңыз білесіздер, керек десеңіздер үлгі ала білетін әулет, иманды ол бала қыз өсірген. Соның біріне бірегейі біздің осы көзден кетсе де көңілден кетпеген бүгінгі керемет кешімізді төбемізден қарап қуанып жатқан Досмұхамбет ағамызбенен Балзия анамыздың құтты шаңырағында ұлы қуаныш. Осы Балзия анамызбенен біздің Досмұхамбет атамыздың бақ-дәулеттей серісі алғаш дулат елінің сылғым сұлығы балжандайын арудың білегінен бірінші ұстап, сіздердей текті елге торғалы той жасап, қылышқандай бауырыменен нұр-дәулеттей баласы көптің қолына су құяйын, көптің батасын алайын деп, сіздердей жақсыларды той төріне тілеулес етіп жатырған жағдайы бар ардақтар ағайын. Олай болса, көп созбай, әдептен озбай, керемет кешіміздің төрелері қол ұстасқан қос ғашықтыңызда біріңізге киілмеген бөріктей, біріңізге үзілмеген өріктей болған Алматының арулары, Ақжібектің сұлуларының Ақжібек шоу алдарында керемет осы жастарды алып шығып, елдің ықыласына бөленсе деп жатырмыз. Ардақтар ағайын, қол соғып, құрмет көрсетіп жастарымызды сахна төріне қарсылайық, қол соғайық ағайын. Ақжібек шоу! Күйеу жігіт айтшы енді, арманың басқа барғандай. Жігіт міне сырттандай, білегімен 40 жігіт шыққандай. Қараңдаршы жастарға, жарасымды жұтқандай. Ой бәлі, неткенсіз? Иә, сөз-ақ екен. Бірақ бұл ауылдың жігіттері құрғақ шөппен ауыз сірткендей, қара жайын қара өлеңмен ғана айтса бере ме? Ол құдашағыз, қазақтың қара өлеңінен құр қалғаны бар ма?
патша көңіліңіз не қалайды екен? Патша көңілімді сұрасаңыз, біздің қыздың құлағы жар сөзін үйрене берсін деп, жар айтсақ қайтеді. Ой шіркін десеңші, құдаша құлшын уақыттыр екен, айтсайық. Айтызымыз таусылмас, күлейікші жар-жар, екі жасқа ақырет, тілейікші жар-жар. Ақ шіркін, айтыстан осылай айтыс. Ал жігіттер, ауыл сыртында осылай айтысып тұра береміз бе? Жоралғымызды жасап, жастарымызды табандығымыздан артықпадық ба? Дұрыс айтады. Жеңгелер қайда, жеңгелер? Ой, бәрекелді жастар, жар-жарларың жараса кетті. Ал қайныным, қамшы қызға қол емес екенін қай ғасырдан ақ білесің. Сондықтан да мына қамшыны өз қолыңмен апарып, отауының төріне іліп қой. Өзің жоқта келін бала, төр иесі бар екенін сезініп жүрсін. Ал келінжан, мына күміс білезікті саған сыйладым. Ертеде қазақ күміс білезігі жоқ келіннің қолынан ас ішпеген. Бұл күміс тазалықтың белгісі. Сондықтан білегіңнен тастама, ақ білегіңде тоссын. Ал жастар, мынау жарық дүниеде жандарың жарасын тауып, бір-біріңнің қабақтарыңды бағып, батпандай байқы болмаса да, бармақтай бақ тауып, бақытты ғұмыр кешіңдер. Бүгін қуаныш, бүгін дүбірлі той, ал тойдың төрі өздеріңдікі. Төрге осыңдар жұбайлар, төрге осыңдар. Шашу қайда ағайын, шашу қайда. Тойға келген тойшыл қауым, әрбірістің басы бісміллә сіз қылма деген даналы елдің ұрпағымыз мен енді сахна төріне жайылған ақ дастарханымыздың бет-пердесін, тойымыздың түндігін түріп алу үшін арнайы бүгінгі таңда әулеттің көшін алға тартып жүрген қасиеті мен өсиеті бірге жүрген Қуандық ағамызды, дарамызды мен сахна төріне шақырып, керемет кешіміздің бет-пердесін аштырып алсақ деген ниетте тұрмыз. Қуандық ағамыз болса, мен сізді сахна төріне шақырайын, әдемі ақ тілегіңізбен, ақ ниетіңізбен бүгінгі кешімізді ашып берсеңіз деп жатырмыз. Бақытжан ағамыз
қуандық ағаларымыз келе қойыңыздар. Қуандық ағамыз келе қойыңыз. Балзема, келе қойыңыз. Қылышқан ағамыз қайда? Жақында анамыздың қасына келейік аға. Қылышқан аға, анамыздың қасына жақындасаңыз бүгінгі той иелері той төрінен табылып, арнайы ел басқарған, елдің аузында жүрген дана ағаларымыздың әдемі ақ тілегімен кешімізді ашсақ деп жатырмыз. Бақытжан аға, Қуандық аға, той құтты болсын. Жастарымыз бақытты болсын. Мынау мейрамхананың қызметкерлері өтініш жастарға тұрыңыздар деп айтып беріңіздерші. Үстіп шыққан кезде тұра бересің, бұл қағанақта отыра бересің, мақұл ма? Ел ағалары бір әдемілеп, тілек айтып, ниет білдіріп, сіздердің бақыт кештеріңізде тойымыздың шымылдығын бет пердесін осы жақсы жандар ашып берсін. Тілектеріңіз қабыл болсын, ел ағалары. Балжан жеше, мынау жастар бақытты болсын, мынау жастар сізді қуаныша келерсін, мынау құдалар гүл жылық болсын, қуаныштан кездесіп той болып берсін, осы шаңырақта да нағашымыз көрмеген тұқтап немерден балалар көре берсін, жас болсын, той болып берсін, қуаныштан кездесіп, құдалардан кейін бәрі жақсы бәрі шаңыраққа осылай қуаныша келе берсін, бақытта келе берсін, тойда кездесе берейік. Аумин. Құдалар төрге шыққандарына құтты болсын. Ал қылышқан құдағи тойларын құтты болсын. Мына екі жасқа келсек бақытты болсын. Өмірде жаманшылық болмасын, арзаған армандар келсін. Өніп өсіп, шаңырақта балдары көбейіп, инабатты болып, иманды болып, дендері сау болсын, өмірде бақытты болып өсін. Мына кісілер тілек айтты ау негіз. Мынау кешіміздің бет пердесін ашып берген ел ағалары, сіздерге тек қана бақытты сәттер тілейміз. Нұрлы таңдарыңыз, шуақты күндеріңіз молынан болсын. Мынау керемет кешімізді бөлісіп келіп жатсыздар. Әбіш Кекілбаев бабамыздың бір керемет даналы сөзі бар. Қуанышты қуана білмегенге құт қонбайды, бағалай білмегенге бақ қонбайды дейді. Мына қуана келіп, қуанышымызды бөлісіп жатсыздар, бағалап білген бастарыңызға Алла бармақтай бақ берсін деп тілейміз. Енді мына керемет кешіміздің бет пердесін ашып берген ағалардың арқасына бір әдемі шапан-шаттығымызбен, сый-сияпатымызбен қолдан қуаттап қойсақ деп жатырмыз. Арнайы сый-сияпатты қазір өз алдарыңызға алып барып береді. Сіздерге рахмет, кештеріне жайғаса қойыңыздар. Мен саған төріне бүгін той жасап жатқан той иелерін шақырайын, келіңіздер. Балзия апамыз, Қылышқан аға келе қойыңыз. Міне, енді ешкім бөтен емес па? Ешкім бөтен емес па? Жоқ, бөтен. Бәрі тани ма апа сіздер? Бәрі тани. Сіздер танымайтын адам сияқты отыр ма, шапалақсып қойып. Мынау қымбат ағайын, білем, той болғаннан кейін, қуаныш болғаннан кейін, сіздерден бір ғана өтініш, ертең айдың соңында келетін кредит, газ, светтің ақшасын ұмытып, 2 сағатқа тойда отырғанымыз сезініп отырайық. Шапалақ ұрып отырыңыздар, қуанып отырыңыздар. Өйткені бүгін той,
сіздерді көңілді жүру үшін, бүгінгі кеште көңілді кету үшін менің Балзияна мен Қылышқан ағам ағынан жарылып дастархан жайып той беріп жатыр. Сіздер көңілді жүріңіздер, апа, аға. Сіздер көңілді жүрсеңіздер, мына келгеннің барлығы көңілді кетеді. Сіздер біртүрлі болып жүрсеңіздер, мынаңдар біртүрлі болып кетеді. Қымбат ағайын, баршаларыңыздың іштеріңізде тілектеріңіз бар, ниеттеріңіз бар. Қазір тілек алаңына шақырып, тілектеріңізді, ниеттеріңізді тыңдаймыз. Дегенмен, мына той иелері шыққан кезде аямай құрмет көрсетіп отырсаңыздар болады. Мен қазір бір сіздерге жаңалық айтайын деп жатырмын. Ана қазір тойдың басында кім жақсы? Той беріп жатқан Балзия мен Қылышқан жақсы. Той өткеннен кейін бір өзек пайда болады. Ол өзекті шыдай алғандар ертең азанда бастайды, апа. Шыдай алмағандар қазір қайтып барады, машинада ішіп пісіп бастап жүреді. Ол қандай өзек? Екеуі той беріп тағынып бір келіп амандасқан жоқ, бір келіп сәлемдескен жоқ деген өзек болады. Мен сол өзектен сіздерді құтқарайын деп тұрмын. Апа, Бағдәулетіңіз үйленіп бақытты болып жатыр ғой. Иә? Мынау енді қазір мен сізді ортаға жіберейін деп жатырмын. Қолыңызды көтеріп, сахнаны бір айланып кеңші. Той болғанын сезілсін, иә? Ал, қымбат ағайын, той иесінің сәлемін қабылдаңыздар. Қолды көтерейік. Париж әпшеме бірге көйлекті көрді ғой. Жұрт көрді, осы үшін шығарып қой сізді. Енді сізді көрейік көгі. Сізде бір осы әулетке ерен еңбек сіңген азаматсыз. Әке орнында әке, аға орнында аға болып жүрсіз. Ел таниды, жұрт таниды, бір қолды көтеріп, былай елмен осы келіп жатқан жұртшылықпен әдемілеп сәлемдесіп шығыңызшы, е? Ал, қымбат ағайын, Қылышқан ағамның сәлемін қабыл алыңыздар. Жақындап тұрыңыз. Жан, мына екі стол рахмет ей. Осы екі стол тоянан аздап өкеген ау деймін, Маладес. Туысқандары. Төркін жаңылыспасам, маладес. Дәрмешіп отырыңыздар. Той кеші. Жастар бақытты болсын деп келгендер. Мынау тілеулес болып келген жандар. Мен қазір бір деген кезде бір рет тоқтап кесіп шапалақ ұрамыз. Бір рет. Кесіп ба? Бір! Құдалар жақтан естілмейді. Бір рет! Бір! Асқаңыздар. Бір! Екі! Үш! Бір рет! Тағы сестер! Төрт! Бес! Алты! Жеті! Құрмет қошеметтің барлығы маған емес сіздерге. Өйткені сіздер той беріп жатсыздар, біз осы сіздер үшін құрмет қошеметті сұрап себепші болып қаламыз. Осыншама елді жинап, жұртты жинап той беру оңай емес, ардақты ағайын. Тем более Алматыда. Білесіздер ғой, қандай қалай екенін білесіздер. Бірақ менің риза болғаным, орыстар қаптап атса да, соғысып атса да біздің қазақта той күні осындай. Осындай тойды жинап, осыншама елдің басын қосып той беретін қазақ дейтін қалың ел, сіздер дейді дархан жұрт, аман болсын ағайын. Енді қазір жақсы
жандар тілек алаңына шығып әдемі тілектерін, ниеттерін білдіреді. Сол кезде сол жақсы жандардың жанынан табылып тұрсаңыздар, болды, қалған уақыттың барлығы сіздерге рұқсат. Алайда Аслағай мен сахна төріне жаңа ғана ақ тілегін білдірген біздің Бақытжан ағамызбенен және де қуандық ағаларымыздың құрметіне келіп жатқан Дархан жұртқа әдемі бүгінгі керемет кештің төрінен орындалып жатқан, біз енді арнайы оңтүстіктен төрленіп жатқаннан кейін бүгін осы бір кеште біздің Балзия анамыз бенен Қылышқан ағамыз нағыз өнерпаздардың қаймағын жинап жатыр. Жаңа айттық қой, құдаларға қоңырат ішінде божбан елімен құда болып жатсыздар. Сыйғасы таби деген сұрабалға тәңірім бере берсін сұрағанға. Ал енді қиықшы еліменен, ал енді бір қол соғып құрмет көрсетіп қойыңыздар. Дулат сиқым елінен келіп жатқан құдағи құдаларға ардақтағай. Мынау енді қоңырат киікші елі сіздерменен құда болып араға алтын көпір салып жатқаннан кейін менің Балзия апам, Қылышқан ағам қоңыраттардың бәрін жинап ағайын. Тамадада қоңырат, жаңағы алдарыңызға шыққан бәр қоңырат. Енді қазір таза қоңырат шығайын деп тұр. Арнайы Мақтарал өңірінен төрлетіп жатқан жезтаңдай әнші қыздарыңыз осы бір кештің қадірлі қонағы болып біздің Балзия анамызбенен Қылышқан ағамыздың ұлан асыр дәстүрлі тойын бөлісуге келген әсем жас қыздарыңызды мен сахна төріне той бастар әнмен шақырайын, қабылдаңыздар. Керемет кешімізге келген экипаждарыңыз білесіздер, әдемі ақ тілегімізбен жүрек жарды
ниетімізбен төрлетімізбен енді осы ниеттес болып Алатаудай ақ тілегін алақандай ғана жүрегіне сыйдырып бөліп жатқан әрбір пенденің өзіндік бір іс жырды болса, сол іс жырдың киелі ең қасиетті баршаларыңыз білесіздер, тұлғасы бөлек, тұлымы дара болған нағашы жұрт болады. Мен сахна төріне теңерем нағашыны барасылға нағашы жиендерге жанашырма, анамыздың ақ сүті үшін қарыздарымыз тұла біткен қасиетті нағашыға деседі. Сол бір қасиетті нағашыларымызды ағайының көтерілмаған мінезі нағашы көтереді деседі. Сондықтан мына керемет кешімізге төрлетіп жатқан әулеттің нағашылары, бүгінгі кештің төрінен орын алып жатқан Мықтыбай өмірі нағашылар бастаған Төлеген Гүлнар, Дариға Әлия, Әбубәкір, Көржан Әсия, Данияр, Базаркүл атты осындағы бір топ нағашылар. Аттарымыз аталмай қап жатса, түстеріңіз түстелмей қап жатса, нағашылар менің атым аталмады, менің түсім түстелмеді деп өкпе-наз білдірмей, мен осындағы Бақдәулеттің нағашысымын деген, және де керемет кеште Досмағамбеттің нағашысымын деген, Базиянаның нағашысымын деген барша нағашы әпке жезделер той төрісіздер. Нағашылар, нағашы әпке жезделер келіңіздер. Менің сүйген аруым қызыл раушан, гүлім әсем раушан, жанымда менің жаумаған қызыл раушан, сенің бағарың қызым болсын, өзіңе ағайын, бақым деп қараймын, жанымда менің жаумаған қызыл раушан. Мақсұт ағамыз бар болсаңыздар төбе көрсетіп, нағашылардың тілек алаңынан қабылдап қойыңыздар, келіңіздер. Асылан анаға текті ағалар той төрінде жаттыңыздар. Ағаларымыз, аналарымыз той құтты болсын, қуаныш құтты болсын, тілеулес болып той төрінен табылып жатқан сіздерге үлкен алғысымыз шексіз, аман болыңыздар. Ал енді үлкендерімізден тілек ниет алайық, әдемі тілек ниетті ел ағаларынан бастасақ деп жатырмыз. Ардақты ағаларымыз, тілектеріңіз қабыл болсын, той құтты болсын. Мына екі шақырып мен сөйлеген сәл дереу болады. Қымбатты тойға келген қауым, тойлары құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Нұрдәулет айналайын. Бақдәулет айналайын. Бүгінгі мына тіккен шаңырағы құтты болсын. Аман болыңдар. Ана орыстың бір несі бар. Семья – это не гостиница для ночлега. Семья – ол қонақтап шығатын қонақ үй емес. Ол сендердің болашақ, келешек, балдарыңның киелі ұясы. Бүгінгі тіккен сол киелі ұяларың құтты болсын әр уақытта. Бақыттан бақытқа келеле беріңдер. Өніп
тілектерін, армандарын орындаңдар. Өздерің алдыға қойған тілектерің, армандарын орындалсын әр уақытта. Уақыттан уақытқа келеле беріңдер. Үй болу оңай, үйлену қиын. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Айналайындар, бүгін мінекей шаңырақ біліп отырсыңдар. Шаңырақтарының іші толған бала болсын. Балдарының, қыздарының рахаттарын көре беріңдер. Мұны біз құсап шал болыңдар. Мына менің Балсия балсының жақсылығын, қадірін ұмытпаңдар әр уақытта. Жолдарың болсын, жолдастарың қадір болсын, аман болыңдар. Ал айналайын Балсия көшіп келіп Алматыға қуандырып жатсыңдарымызды. Бүгінгі мына тігіп жатқан балалардың отауы құтты болсын. Сіздерге айтарым, Деқан деген менің ағам болатын. Жүрегі деген жайсан болатын. Ол кісі тірі болғанда, ол бұндай той емес. Бұл тойдың өзі әрине көп адам жетіп жатыр, кейбіреулер жетпей жатыр. Бұл өте керемет той. Бірақ та ол кісі тірі болғанда, ол Шымкентте де, Абай совхозында да, Алматыда да барлық жақта жиендері той жасап беретін. Ол бізге өте қамқор болатын. Жан-жақтан келіп, мен енді қарындасымын ол кісінің. Біздің хабарымызды білмей, Ташкенттен келе жатқанда, Ташкентте бір 10 теңгелік самса болатын. Біздің кезімізде соны алып келіп, шайымызды беріп, сосын арқырап, бұлардың тұратын жері еңбек деген жер сояқ қарап кететін. Деқан көкемді жаман деген адам жоқ біздің ауылда. Елге қызметі сіңген, абыройы жерді жарған деп айтамын. Кішіге аға білге болған, ағаға іні болған өте керемет жан болатын. Алдымен айтатын сол Деқан көкемнің әруағы мына жастарды қорғап қоршап жүрсін. Айналайын Балсия, жасап жатқан тойың құтты болсын. Мен де өте қуаныштымын. Балаларың өсіп өнсін, дегендеріне жетсін. Мына тігіп жатқан шаңырақтардың ішіне құстар келіп ұя салып, сол құстардың балапанын ұшырғандай қылып балаларды ұшыра беріңдер. Балсияға жақсы қараңдар, әкелерінің орнына да жақсы қараңдар, шешелерінің орнына да жақсы қараңдар. Енді нағашы жұртың мықты ғой, Нұрдәулет, Тағдәулет. Міне, төлегендей нағашым бар. Копия Деқан көкем. Енді мені сөздің басында өзі көптен бері ауырып, құрай алмай тұр, немесе сөз десе ешкімге жол бермейтін. Енді осы балалардың қысым көр, Балсия, мен өте қуаныштымын. Осылардың туып берген балалардың бәрін гаршогына сүрініп, сондай үлкен ұлағатты ана бол. Мына келінге де айтарым, сондай үлкен бір әулетті басқаратын ана бол. Қоңырат еліне әйгілі, қалың нағашыларына белгілі, атағы дақым ел жаратын ұлағатты ана бол деп айтамын. Екеуің бақытты өмір сүріңдер, қосақтарымен қоса қарыңдар. Үйлерінің төріне жақсылық келіп, бақ болып болсын, сол бақ сол төрлеріне кетпесін. Сөйтіп айтайын, амин. Рахмат Құдай. Мені үлкен кісілер айтып кетті. Олар көрмеген бақытты апам Дүйшенбай дедік қой, осылар көрсін қызығын. Ал Балсия, олар болсын. Ал Балдәулет, мынау міне қариялар айтып жатыр. Осы ананың барына рахмет. Осынша міне той жасағына, қылышқанға рахмет сендерге. Міне әке көрген ол жонар дейді. Міне мен басын дейім. Ал құрмет тойға жиылған қауым осындай той жұпысты болсын бәрілеріңізге. Бақытты өмір сүрсін. Балдәулет, аман болыңдар. Ассалаумағалейкум, мынау тойға жиналған құрметті қонақтар. Мынау жүргізген барлығымызға той құтты болсын.
Екіншіден мына 2 жас бақытты болсын, Балзия тойың құтты болсын. Біз осы Нышанбайұлы Балзияның ауылынан келдірмен келестен бәріміз бірге жұмыс істегенбіз, бірге өскенбіз, балалардың бәрі сол жерде бірге өскен. Неде мынау үлкен Алматыда той беріп жатыр екен, мына Балзия құтты болсын тойың. Әрқашан осы шаңырақта тек жақсылыққа келейік. Әрқашан жақсылық болсын, той болсын, той болса берсін. Әмшелер, апалар, төлеген аға өзіңіз ба? Алмау бүгін кереметке киікші елінде бір той беріп жатыр екен. Осыған Балзиятке құтты болсын. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдалар. Жастардың бүгін қуанышына келіп, осы дастарханның басында бас қосып отырғандарыңыз бәріңізге рахмет. Мынау айтады ғой, жақсымен жақсы кездессе, жақсылығы еселеніп дейді. Осы жастардың жақсылығы әйтеуір еселеніп, өмірге деген адамның ақ жолы ағынан болсын, әрқашан өмірде бақытты болып, өз ниет армандарына жету керек. Енді көп сөйлейді, ағаларымыз ағалым, sonra сөзіне қосыламыз. Мына жасап атқан тойың құтты болсын. Мына жастарға тілейтін өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Осы той бәрімізге жақсы болсын. Молодец, апама қол соғып қойыңыздар. Қарачкапурдың көзін көрген апам бұл. Раста индийский өлең айтқан кезде ой бұл кісі. Құлап біраз адам. Қарачкапурдың Шахрухан келіп амандасып кеткен бұл кісімен. Иә. Тілек айтасыздар беге? Әлі әпше кеңіздер. Ал кешсар, құрметті тойшылық ауыл. Мынау жаңа құдалар дулателі төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Сіздердің арқаларыңызда ғой мынау сондай қыз сөйлеп бізге беріп осындар болсын. Балзия әпшеміз елдің жұртын жиып, осындай қуаныштың ортаға салып отыр. Балзия әпше той құтты болсын. Мынау байрамымыздың көрмеген қызығын сіз әбден жақсылап атып көріп, ал Балдәулет келін натылып отқан шаңырақтар құтты болсын. Іші толы бала болсын. Құда қалса Нұрипа әпшесінің жолын берсін келінге. Егізден, сегізден таба берсін. Ал мамаңды, ағаларыңды әмден қуанышқа батыра береді деп өзім сенем, Балдәулет. Нұржекеңнің нағыз баласы ғой, ал бақытты болды. Кешжарық құрметті қонақтар, мына біз үлкен той тойлап жатырмыз. Екі елді, екі руды қосып жатқан екі жас. Екі жасымыз бақытты болсын. Құрған көпірлерің мықты болсын. Көпірмен жорғалап, қарым-қатынасымыз тек жақсылыққа жалғаса берсін. Әпше не деймін? Айналайын алтын әпшем. Тек сіздің осы отбасыңызға қуанышқа келейік. Міне, бәріміз қуаныштымыз, қуаныштан тек жақсылықты тілеймін. Жақсылық болсын. Қалғаныңыз Шымкентский вариант қыласы бар, Астанадан кім қайсысы? О, кесеңші, бәсікінде не тұр ғой бұл кісі? Иә, рахмет, қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Әпкем бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Құдалар мың жылдық болсын. Алла қаласа, келесі жылы шілдехана бесік тойда кездесе берейік. Тіккен шаңырақтары биік, керегесі кең, іші тола осы Қазақстанның мемлекетін басқаратын азаматшалар ұрпағы жалғаса берсін. Барлық уақытта қуаныштарыңыздарда осылай ортақ болып жүре берейік. Сізге еліңіз үлкен сәлем айтып еді Астанадан. Той құтты болсын, той тойға ұласа берсін.
сөйтіп сөйлемеймін деп жатқан адам қинамаңыз деп мейлі деді ғой кеш жарық құрметті құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын 2 жасқа тілейтін бақыт денсаулық жаның бақытты болыңдар биік шыңдардан көріне беріңдер әпше жаным осы бала шағаның рахатын қызығын көрге алып нәсіп етсін немере шөбере көбейе берсін құда қаласа сіздің жолыңыз бізге берсін барлықтарына денсаулық тілеймін тек бақыт тілеймін дегендерден рахмет мен риза болған тарихты тереңінен толғап алып келіп таңбай етіп маңдайына қойып берген әпшеме бір қол соғып қойыңыздаршы әкесінің қандай екенін ағасының қандай екенін әдемілеп тарихты алдарыңызға алып келіп берді аман болыңыз әпше енді мынау қазір сіздерді сахна төрінде бірер минутқа алдырып тұрайын деп тұрмын өйткені мына үлкен ас дайын болып болған екен соның осы жерден бүйтіп мынандай бүйтіп айланатындары бар өздерінің соны бүйтіп айландырып апарып жайғастырайық содан кейін сіздердің құрметтеріңізге бір жұлдыз әнші келіп тұр сол ән айтады сіздер орында билейсіздер бола ма келісеміз бе бүйтіп жиналып суретке түсе беріңіздер ас мәзір жібере беріңіздер тойымыздың алғашқы асы мәзірі беш батпақ тойға келген тойшыл қауым қазақпенен қасқырды ғана тамақ жеп жатқанда мазалау болмайды білесіздер біз сіздерді мазаламайық осы біздің Фариза әпкеміздің құрбысы әрі коллективі ұжымдасы болған әзілде осы жұлдыз әпкем бір қол соғып қойыңыздар өнер иесі бүгін жұлдызы жанып осы бір кешке келіп жұлдыздай жарқырайын деп сіздерге бір өнерді төгейін деп келіп жатыр дайын болды ма армысыздар құрметті тойшыл қауым тойларыңыз құтты болсын мен Фариза апаймен бірге жұмыс істегенмін Фариза апай шертіп жүріп ең мықты қызды алыпты ғой балжан барған жерде бақытты бол бәріміз үкілі бүтте жасағанбыз басшылар Сәулет апай Мираш апай Салтанат апай Фариза апайлардың тәрбиесінен өткенбіз сіздерге ана осы 2 жасқа арнап аққу күйін орындап берейін аққу күйін қазақ халқы атпаған киелі құс махаббаттың символы махаббаттарыңыз берік болсын қосын сәбдір қой өнер сатылмайды өнер бағаланады ағайын бір өнерін бағалап мынау батса бір қол соғып қоярсыздар